Осындай керемет нан салма пісірдім. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер, қазақты қолдамағанда кімді қолдайды? Вот қараңыздар, қандай нан салма әдемі шықты. Тестосы жабыспай, әдемі, прям күшті болып пісті. Қолдап, лайк басып кетіңіздер. Осы арада мен сіздерге қазір тағы да бір зат көрсетемін. Мінекей мынандай мұз конфет пісірдім. Мінекей қараңыздар. Қанттан. Суда, сүтті ештеңе қосқан жоқпын. Тек қана красительный жаңағы тәттіге қосылатын бояу бар емес па? Сондайдан қостым. Қараңыздар. Бояғыш тәттіге, тортқа қосатын, тестоға қосатын. Суретін қалдырып кететін болам осы жерге, және де осы конфетті қалай жасалу керекін көрсететін болам. Нан салмаға қалай жасалу керекін астына қалдырып кететін болам. Или болмаса жасалу жолын көрсетіңіз, видеоға түсіріңіз десеңіздер, мен сіздерге арнайлап қалай түсіру керек, қалай тестаны жайып, бәрін көрсететін болам. Каналым ұнап жатса, қолдап, тіркеліп, комментарий жазып, лайк қолдап кетіңіздер. Бастаңыздар ал, осындай каналды көріп, лайк басып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. И қандай қаладан көріп жатсыздар мені, комментарий астына жазып кетіңіздер. И сосын осы нан салманың жаңағы рецепті қалай жасалу керекін көрсетіңіз десеңіздер, мен көрсететін болам. Мен анам және де нағашы әжем өте керемет қылып пісіреді. Бұдан да мен сияқты. Бұл без мяса деген осындай қылып пісірдім. Бар мен базар нан салма болды негізі.